Каркаде қызыл күрең түсті сергітетін сусын. Оны Мысырда және басқа да ыстық елдерде барлық аурудан құтқаратын панацея деп санайды, ал бізде бірінші ретте оның жағымды дәмі үшін бағалайды екен. Каркаде суық және ыстық күйінде әртүрлі қасиетке ие болатынын барлығы біле бермейді. Ендеше каркаде шайының пайдасы мен зиянды тұстарын ұсынатын боламыз. Оның пайдасы: гибискус гүлінен дайындалатын сусын. Каркаденің құрамында көптеген пайдалы микроэлементтер бар. Мысалы, магнийдің арқасында ол жеңіл тыныштандырушы, түйілуді басатын қасиетке ие және зат алмасуды ретке келтіреді. Сонымен қатар оның құрамындағы кальций мен фосфор сүйектерді, тісті және шашты қатайтуға және де темір аздықты болдырмауға көмектеседі. Бұл сусынды ыстық күні қатты терлейтіндерге және тамақтан уланғандарға ішу ұсынылады. Себебі ол калий мөлшерін қалпына келтіруге көмектеседі. Каркаденің құрамында А, С, ПП және Б тобының дәрумендері өте көп. Ол қан тамырлар қабырғасын қатайтуға ықпал етеді. А витаминоздан құтылуға көмектеседі. Жүйке жүйесін реттейді, күйзелістен қорғайды және көңіл күйді көтереді. Оның құрамындағы барлық микроэлементтер, дәрумендер мен қышқылдар жинағы миға қатты жақсы әсер етеді. Сондықтан бұл сусынды емтиханға дайындалғанда ішуге болады. Каркаде қысымды ретке келтіріп, ағзаның жалпы жағдайын жақсартады. Алайда оның дайындалған ыстық сусын қысымды көтереді, ал суық сусыны қысымды төмендететінін ескеріңіз. Тек сау адамдарға ол бейтарап әсер етеді. Каркаденің зияны: оның пайдасы мен қоса зиянды тұсынан басымырақ. Алайда оның да кез келген өнім секілді қарсы көрсетілімі бар. Каркадені жоғары қышқылдығы, гастрит немесе жараның ұлғайған түрі бар адамдарға абайлап ішу керек. Оны несеп тас немесе өт тас ауру кезінде қолдануға болмайды. Себебі ол несеп айдағыш құрал болып табылатындықтан бүйректегі және өт қабындағы ауыртатын тастарды қозғап жіберуі мүмкін. Сонымен қатар, каркаде кей адамдарға аллергия беруі мүмкін. Каркадені кішкентай балаларға, оның ішіне диабетпен қиналатын балаларға бермеңіз. Жүкті және емізетін әйелдерге қауіп деңгейі орнатылмаған, сондықтан дәрігерден кеңес алған дұрыс. Ал бұл сусынды қалай дайындау керек? Каркадені әйнек немесе керамикалық, фарфор немесе фаянс ыдыстарда дайындау керек. Себебі сусын металлмен жанасқанда тұнбаның пайдалы қасиеттерін бұзатын заттар бөледі. 1,5-2 шай қасық шикізатқа немесе 3-4 бүтін гүлге 3 мл қайнаған су құйып 5-6 минутқа қалдырасыз. Оны ыстық күйінде де, суық күйінде де ішуге болады. Каркадені жемістермен араластыруға болады. Яғни шөлді қандыратын сусын дайындауға болады. 2 литр сұйықтық үшін 5-6 қасық каркаде шайы, 2-3 лимон бөлігі, жалбыз жапырақтары, пышақтың ұшымен ұнтақталған даршын, яғни корица және дәміне қарай қант керек болады. Каркадеге қайнаған су құйып 10-15 минутқа қалдырасыз да, содан кейін жалбыз, лимон және даршын саласыз. Тағы да 10 минут күтіп қант саласыз да, сусынды суытасыз және мұзбен ұсынуға болады. Қазіргі таңда каркаде кең таралып, көпшілік оны ыстық елдердің кәдесый ретінде әкеліп жатады. Ол қысқыда да, жазғыда да мәсірге келе береді. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.